Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен солянка сорпасын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, қазанымызға салып, қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Көбігін жақсылап алып, етімізді піскенше қайнатамыз. Етіміз пісуге сәл қалған уақытта бөлек ыдысқа май құйып, пияз салып, жақсылап кішкене қуырамыз. Сәбіз саламыз. Барлығын кубиктап тураймыз. Негізінде майда етіп турасаңыздар өте күшті болады. Мен енді кішкене асығыс болып, кішкене ірілеу етіп жасадым. Картоп саламыз. Жақсылап қуырамыз. Еттеріңіз біраз уақыт пісіп, ұзақ қайнағаннан соң етімізді сүзіп аламыз да, жақсылап сүзгіштен өткізіп аламыз сорпамызды, ішінде сүйектер болмас үшін. Енді жаңа үшеуін кішкене қуырып болғаннан соң үстіне шұжық, яғни колбаса саламыз. Ысталған шұжық болса да болады, вареный болса да болады. Кішкене қуырғаннан кейін томат қосамыз да жақсылап қуырамыз. Осы кезде кішкене ұн салып жіберсеңіздер болады, айтпақшыдай қоймалжың болу үшін. Енді алып қоямыз да жаңағы сорпамызға осы қуырып жасаған қоспамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне татымына қарай тұз, бұрыш, паприка, өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. 10-15 минут қайнатамыз, картоп, сәбізіміз барлығы піскенше. Енді жаңағы піскен етімізді майдалап турап, қосып, араластырып аламыз. Осындай жидкий дым деген алып қойсаңыздар болады, 500-600 теңге тұрады базарларда. Бұны негізі көп аспаздар айта бермейді, осы кішкене андай ысталған бір әдемі дәм береді. Шашлыққа да бәріне осыны қосады негізінде. Осыдан кішкентай қосып жіберіңіздер бар болса, ол міндетті түрде емес енді. Ал мынау құйып жатқан соленый огурцидың суы және де мынау оливковое масло. Бұны жақсылап бөліктерге бөліп салып жатырмын. Бүтіндей де салады біреулер. Енді майдалап туралған қиярымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болуға сәл қалды. Қалауыңызша кішкене лавр жапырақтарын салып жіберсеңіздер болады. Тағы да кішкене уақыт 5 минут 10 минут қайнатылсаңыздар болады. Осымен біздің сорпамыз дайын. Мен кішкене қоймалжың болсын деп осылай блендерден бір-екі рет кішкене ғана басып жіберемін. Қаймекең андай мөлдір болып тұрған ұнатпайды да, біздің үйдегі отағасымыз. Сол үшін осылай жасап жатырмын. Ал осымен біздің сорпамыз дайын. Жасап көріңіздер. Ер азаматтарға өте жақсы ұнайды, өте жеңіл, өте күшті сорпа. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, қолдап менің каналымның дамуына үлес қоссаңыздар өте қатты қуанып қаламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.